Қызылша туралы қызықты. Қызылша әлемде өте кең таралған және Антарктикадан басқа барлық континенттерде өсіріледі. Қызылша шырыны ең танымал көкөніс шырындарының үштігіне кіретіні таңқаларлық емес. Қызылша мен қызылша шырыны туралы бірнеше қызықты фактілерді ұсынамыз. Қызылша азық-түлік ретінде ежелден бері қолданылып келеді. Қызылшаның барлық заманауи түрлері қиыр шығыста және Үндістанда өсетін жабайы ата-бабасынан шыққаны белгілі, және бұл өсімдік туралы алғашқы деректер Жерорта теңізі мен Вавилонға қатысты. Бастапқыда тек қызылша жапырақтары тамақ үшін пайдаланылды. Қызылшаны тамыр дақылы ретінде пайдалану және одан шырын алу біздің дәуіріміздің басында ғана үйренді. Ежелгі уақытта қызылша негізінен дәмі үшін емес, дәрілік қасиеттері үшін бағаланған. Қызылша 1 жылдық, 2 жылдық және көп жылдық шөптесін өсімдік. Ол амарант отбасына жатады. Қазіргі уақытта қызылшаның 70-ге жуық түрі өсіріледі. Француз селекционерлері қымбат импортталған қант сатып алғысы келмейтін император Наполеонның бұйрығымен қант қызылшасын өсіре бастады. Әлемдегі ең үлкен қызылша 2001 жылы өсірілді. Оның салмағы 23 кг 400 грамды құрады. Пісіру кезінде қызылша әдетте барлық пайдалы заттарды сақтау үшін алдын ала тазаланбайды. Қызылшадан адамға қажетті минералдардың тұтас кешені табылды. Онда калий, магний, фосфор, марганец, мыс, темір бар. 1 стақан қызылша шырынын ішу арқылы сіз калий мен магнийдің күнделікті қажеттілігінің шамамен 15%-ын және темірдің күнделікті қажеттілігінің 8%-ын қанағаттандыра аласыз. Ньюкасл университетінің Ұлыбритания және Маастрихт университетінің Нидерланды ғалымдары қызылша шырыны жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу және емдеу үшін айтарлықтай перспективаларға ие екенін айтады. Бұл оның қан қысымын төмендету қасиетіне байланысты. Бұл осы университеттерде жүргізілген соңғы зерттеулердің нәтижелерін растады. Қызылша шырында кездесетін биологиялық белсенді заттар кешенінің арқасында бұл әсіресе спортшыларға пайдалы болуы мүмкін. American Journal of Physiology журналында жарияланған Корея мен ақш ғылымдарының бірлескен жұмысының нәтижелері қызылша шырыны ағзамызға оттегінің жеткізілуін белсендетуге қабілетті екенін көрсетеді. Сондықтан физикалық жаттығуларды үлкен қарқындылықпен және ұзақ уақыт бойы орындауға мүмкіндік береді. Қызылша денеден майды кетірудің белсенді көмекшісі болып табылады. Өйткені оны үнемі тұтыну қандағы триглицеридтердің, яғни майлардың мөлшерін азайтады. Қызылша гемоглобиндік арттырады. Қызылшада метаболизмді реттеуге көмектесетін темір мен йод және мырыш көп. Сондай-ақ қызылша құрамындағы өсімдік талшықтары асқазанның жұмысына пайдалы. Оның ішінде іш қатумен күресу үшін. Орта ғасырларда бұл тамыр дақылының шырыны табиғи бояғыш және шаш бояуы ретінде қолданылған. Шикі қызылша мен қызылша шырыны сарымсақтың иісінен арылуға көмектеседі. Қызылша қайнатылған су қайызғақты тиімді емдейді деп саналады. Біздің видеомыз ұнаса, бізге лайк қосып жазылыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.